Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер каналы. Сіздерге бүгін қара зере майының пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Достар, айтпас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз. Қара зере майының негізінен тарихы. Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, ерекше мақтаған бұл өсімдіктің емдік күшін көптеген мұсылман ғалымдарымен қатар кезінде Ибн Сина мен Әл-Бируниде мойындап өз еңбектерінде атап өткен. Хадистердің бірінде қара зерені тұнып тұрған ем екендігі былай білдірілген: қара зерені емге пайдаланыңдар, расында онда өлімнен басқаның бәріне шипа бар деген. Негізінен қара зеренің отаны жерорта теңізі мен оңтүстік-шығыс Азияда орналасқан елдер. Мұны араб және үнді халықтары үндіт мені, кумин, зира, шабрей, каленжи, сидана деп атайды. Қазір Эфиопия мен Сауд Арабиясында, Мысыр мен ақш-та, Үндістанда, Орта Азияда, Қаптауының солтүстігінде өсіріледі. Қара зеренің емдік қасиеті сонау көне Мысыр дәуірінен белгілі. Өйткені ашылған Мысыр перғауындарының бірінің қабірінен мумия жанында жатқан май құйылған бөтелке табылған. Сараптама кезінде мұның қара зере майы екені белгілі болды. Бірақ ежелгі Мысыр халқы қара зеренің қалай қолданғаны белгісіз. Бірақ қабірге салғанына қарағанда қасиетті санағаны байқалады. Қара зеренің пайдасы. Зеренің құрамында А, Е және С витаминдері мол, пайдалы минералдар көп және эфир майымен байытылған. Көне заман емшілері зерені иммунитет көтеруші, асқазан жұмысын жақсартушы, денедегі зиян қалдықтан арылтушы дәрілік шөп ретінде қолданған. Сондай-ақ қандағы холестеринді азайтып, зат алмасу процесін жақсартуға қауқарлы. Зияны қандай? Қара зере майы да басқа дәрілік өсімдіктер сынды дұрыс қолданбаса зиян келтіруі мүмкін. Мәселен, оны аш қарынға ішуге болмайды. Сондай-ақ екіқабат әйелдерге аздан қолданған жөн. Өйткені жатыр бұлшықеті жиырылып жүктілікке зиян келтіруі ықтимал. Сондай-ақ кей адамның қара зере майына аллергиясы болуы мүмкін. Медицинада қолданылуы. Қара зере медицинада бауыр, өт, бүйрек жұмысын жақсартуға, өт айдауға қолданылады. Сондай-ақ жоғарыда айтылғандай зереннің антиоксиданттық қасиеті бар, яғни ағзада қатерлі ісік тудыратын жасушаларды, радикал бөлшектерді өлтіреді. Сондай-ақ қара зерені вирусқа қануға, түрлі бактерияларға қарсы және іштегі құрттарды түсіретін зәре дейтін де қасиеттері де бар. Халық медицинасында қара зеренің дәнінен шай қайнатып, іш кебу, іш өту мен өт шаншу сияқты ауруларды жазу үшін ішеді. Босанған әйелдерде осы шайды ішуге болады. Бұл ана сүтін көбейтеді. Қара зерені қолданудың тағы бір жолы балмен араластырып ішу. Ол үшін қара зерені дәнін бір ас қасықпен алып бір стақан суға қайнатады. Сосын қайнаған суға балды қосып ас ішкенге дейін 10-15 минут бұрын ішеді. Қара зерені бұлай ішу иммунитетті көтереді. Сондай-ақ асқа дәмдеуші ретінде қосып жеген де дұрыс. Ересек адам бір күнде 3 грамм, 3-15 жастағы балалар 2 грамм дәмдеуші жеген дұрыс. Қара зеренің пайдасы негізінен қандағы холестеринді азайтады, ағзаны улы заттардан тазартады, иммунитет жүйесін күшейтеді, инсультқа қарсы тұрады, артрит пен бауыр ауруын айықтырады. Құрамындағы тимохинон арқылы қандағы глюкозаны азайтады. Құрамындағы эфир майлары арқылы бактерияларды өлтіріп, олардың көбеюін тоқтатады. Бронхит пен астмаға ем. Ішектерде қажетті бактерияларды қалпына келтіру арқылы ішкі құрылыстың жүйесін реттейді. Тері ауруларын пайдалы. Өт пен бүйрекке жиналған ұсақ тастарды уатады. Несеп жолдарын тазалайды. Ішті жүргізеді. Ішек құрттарын жоюға көмектеседі. Бала емізетін әйелдердің сүтін молайтады. Сүйелді кетіреді. Жөтел мен сарауруға таптырмайды. Белсіздікке ем. Семіздіктен арылуға көмектеседі. Тәбетті арттырады. Асқазанның ой қарасын жазады. Етеккір циклін қалыпқа келтіреді. Тағы басқа осындай қара зере майының пайдалары бар. Зерені сақтау бойынша қара зеренің иісі қышқылтым келеді, ал дұрыс сақталмаған зеренің мұндай иісі жоғалып кетеді. Сондықтан оны дұрыс жерде сақтау маңызды. Оны үйде, бөлме температурасында күн түспейтін жерде сақтаған жөн. Герметикалық ыдысқа салып қоюға да болады. Бұлай тұрған қара зере 2 жыл сақталады.